Организация пространство арқылы қалай үйге мәңгілік реттілік орнатуға болады. Қайырлы күн, менің есімім Меруерт. Мен үйге реттілік жасайтын маманмын, организатор пространство маманымын. Бүгін сіздерге үйге жүйелі түрде қалай организация жасау арқылы мәңгілік реттілік жасауға болады, сол туралы айтып беретін боламын. Сіз бүгінгі сабақтан қалай сол реттілік жасау арқылы уақытыңызды үнемдеуге болатынын, қалай өзіңіздің сол бүткіл үйді жинауға кетіп жатқан энергия ресурсыңызды өзіңіздің армандарыңызға, жұмысыңызға, хоббиіңізға, отбасыңызға арнау жолын білетін боласыз. Бүгінгі сабақ кімдерге пайдалы болады? Бүгінгі сабақ үйде отырған аналарға, балалары бар аналарға реттілік жасау арқылы өз уақытын үнемдегісі келетін ханымдарға, жұмыс жасайтын ханымдарға да уақыттың дұрыс қолданылуы өте маңызды. Сонымен қатар үйін тұрақты түрде 24/7 таза ұстағысы келетін ханымдарға арналады. Егер бүгінгі сабақты сіз соңына дейін көретін болсаңыз, сізге қосымша бонус ретінде ас үй, гардероб, балалар бөлмесі, аптечка, шопоголик, құжаттар, ойыншықтарға организация жасау сабақтары бонусқа беріледі. Сондықтан шарттарын білу үшін сабақты соңына дейін көріңіз. Қазір енді сіздерге менің марафондарыма қатысқан ханымдардың результатын көрсеткім келіп тұр. Сіздердің қазір алдарыңызда осындай бір шкафты көреміз. Яғни бірінші шкафта марафонға дейінгі бұл ханымның бойлы. Шкафының іші лық толы, орындар жоқ, одан кейін заттарды алу, табу қиын, тез шашылып кете береді. Осы кездегі ханымның жіберіп тұрған қателіктері, ол деген расхламление жасамаған, организация жасамаған, категория бойынша бөлмеген. Осы бір менің марафоныма келіп жаңа білімді меңгеру арқылы ханым организация пространствоның негізгі қағидаларын оңай, жеңіл қолданып, небәрі 30-40 минуттың ішінде бір шкафқа жүйелі түрде шашылмайтын система жасап шықты. Және маған 3 айдан кейін де жазып тұр, менің шкафым дәл солай тұр, әлі күнге дейін шашылмады дейді. Келесі бір ханымның нәтижесін қарай кетіңіздер. Бірінші марафонға дейін, яғни көп ханымдар үйін жинамайды емес, жинайды, олар реттейді. Бірақ оның результаты көбіне тез шашылып кете беретін болады да. Жинайсың, тез шашылып кетеді. Не болмаса заттарын үнемі таба алмай қала береді. Осы ханымның шкафына қарасақ, ең жіберген қателіктері, мысалға аптечка, техника, выпечканың заты, одан кейін мысалға бумага, полотенце деген затты алғанда бір шкафтың бір бөлігіне қоя салған. Естественно, сіз ауырып тұрсыз, мысалға балаға температура шықты, дәрі керек болса, ана шкафтың ішінен дәріні табу үшін біріншіден бәрін шығару керек, екіншіден оны қопарып іздеу керек. Яғни осындай бір системаның жоқтығынан біріншіден уақыты кетеді, өзінің жүйесі кетеді. Одан кейін соны тауып алған соң артынша ол шашылып қалады, келіп қайтадан оны орнына салып жинап кету керек. Еще оны қайтадан ашқан кезінде захламленный, шашылып тұрған бір шкафты көреміз. Енді осы менің марафоныма келген соң категорияға бөліп, әрбір шкафқа нақты бір категорияны беру керек деген ұғымды түсінген соң, бұл ханым түгел бұл шкафты босатып тастады да, яғни бұл жаққа тек қана посуда, хрусталь сияқты заттарды бір категориялы затты қойды. Ал қалған техника, дәрі қайда кетті десеңіздер, олар басқа шкафтың кәдімгідей бөлігіне категория бойынша әр өзінің зат өзінің шкафтағы орнын алып солай кеткен болатын. Келесі бір менің марафоныма қатысқан ханым, бұл ханым квартирада тұрады екен. Сондықтан көп адамдардың мынандай миында шектеу бар. Мен квартирада тұрсам, мен таза тұра алмаймын. Мен өзім үйімді алған кезінде, мен бірақ таза тұрамын деп, бұл ханымда дәл солай ойлаған. Мен өзім жаңа үйім болғанда, мен сол кезде ғана таза тұра аламын деп. Менің марафоныма келген соң, мен ол кісіге жақсылап түсіндірдім. Яғни организация пространствоның қағидасын қолдансаңыз, ол кез келген жерде жұмыс жасайды. Ол бір бөлмелі үй болсын, өз үйіңіз болсын, квартира болсын, пентхаус болсын, коттедж болсын, үлкен болсын, кіші болсын, жаңа болсын, ескі болсын, кәдімгідей бұл формула барлық жерде жұмыс жасайды. Неге десеңіздер, қазір мысалға жолға шыққанда правила бір, бірақ ол жерде мафетте жүреді, газельде жүреді, камазда жүреді, автобуста, жеңіл көлікте, велосипедте жүреді. Неге? Себебі барлығы бір заңдылықпен жүреді. Дәл сол сияқты үйге реттілік жасаған кезінде организация пространствоның нақты формуласы бар. Соны кез келген үйге қолданғанда результат шықпауы мүмкін емес. Қараңыздар, енді мына ханымның результатын қараңыздар. Марафонға дейін
ас үйінде постоянно бардак болған, уже шашыла бергеннен уже анаға энергиясы жетпейтін болған, ас үйіне қарағысы келмейтін болған, түнге ыдыстар қалып кәдімгі шашылып жататын болған. Ханым деген мүлдем ас үйіне қарағысы келмеген. Осы менің марафоныма келіп небәрі 3 сағаттың ішінде бүткіл организация пространствоның қағидасын қолданып ас үйіне жаңа система жасады. Нәтижесінде шкафтары босады, категорияға бөлінген, әр заттың өзі орны бар, қолдануға ыңғайлы, пайдалы ас үй шықты. Және марафоннан кейін маған көп рахметін айтты, себебі кәдімгідей мен бір екінші дыханием ашылғандай болды деді. Келесі бұл ас үйге болса, енді киімдерге тоқталайық. Қараңыздар, көп ханымдардың, мысалға, егер сізде де осы проблема бар болса, мысалға, шкафыңызда орын жоқ, тез шашылып кете береді, заттарымды таба алмаймын. Осы 3 проблеманы мен өте жиі естимін. Енді марафонға дейін және кейін дәл сол қателіктер, бұл тек енді киімдерге, иә. Қараңыздар, біріншісінде ол марафонға дейін не істеген? Ойыншық, аяқ киім, пакет, әртүрлі затты алғанда шкафтың ішіне сала салған. Одан кейін органайзер алу арқылы бір реттілік жасағысы келген. Бірақ естеріңізде болсын, органайзер алғаннан реттілік болмайды. Себебі оның алдында жүретін расхламление деген процесс болады. Сол расхламлениені жасамайынша органайзерді қанша әкеліп қолдансаңыз да, ол өзінің функциясын дұрыс атқармайды. Расхламлениеден кейін ғана қолданылған кәдімгідей органайзер сізге жылдарға созылатын реттілікті сақтауға кәдімгідей оңай көмектесетін жүйені құруға көмектеседі. Енді қазір қараңыздар, именно расхламление деген бұл ханымда кәдімгідей кофталар, шалбарлар, үй киімі, носки, колготки деген сияқты пайдалы және бір адамның ғана заты бір шкафта орналасқан бір күшті, организованный, ретті шкаф шықты. Және шкафтардың іші босады. Ары қарай көптеген ханымдар осы менің марафоныма қатысқан кезінде тек қана өзінің киіміне мысалға организация жасамайды, сонымен қатар мысалы жолдастарының киімдеріне жасап береді. Мысалға қарасаңыздар, біріншісінде мына жолдасының киімін алғанда түгел просто так іліп жасаған, сезон бойынша бөлмеген, одан кейін цвет бойынша күнделікті киетін киімдері деген сияқты дұрыс ілмеген, және дұрыс расхламление жасамаған, шкафтың активный, неактивный зоналарын дұрыс қолданбаған. Осы кезде мен айтқан білімдердің бәрін алып меңгергенде, кәдімгідей күйеуіне күнделікті киініп кетуге ыңғайлы болатын күшті бүткіл тек жолдасының ғана киімдері тұратын шкаф жасап берген. Нәтижесінде күйеуі дән риза, себебі күнде жұмысқа барғанда, далаға шыққанда киімім қайда, үтіктеу керек, мына киімім қайда деп іздемейді екен, өте ыңғайлы болып разылығын білдіріп жүр екен. Келесі бір ханым, мысалға, балаларының мысалға киімін қараңызшы, біріншісі алғанда просто алып шашылып кете береді. Неге? Потому что мұнда зат көп. Қайттан бір қателік. Бұл жерде сезондық емес киім деп бөлінбеген. Одан кейін бала дәл қазір киеді деген киім бөлінбеген. Мысалға, бала туылды, 2 айлық болды, 3 айлық болды, 5 айлық болды, 1 жас болды. Сол мысалы 1 жас қазір киетін киімін ғана тұрудың орнына, ода 2 айлық, 3 айлық киімі де тұра береді. Нәтижесінде ол постоянно хаос создавать етіп, ана киімдермен бірге шығып, бірге шашылып жүреді. Соншамандай киілмейтін, размер сыймайтын киімнің ішінен постоянно ана ханымға керек баланың размерін тауып шығу қиын болған. Именно организация пространствоның қағидаларын, негізін қолдана отырып, біріншіден жақсылап расхламление жасады, балаға сыймайтын, кіші болып қалған, тар болып қалған киімнің бәрінен арылды. Одан кейін сезоны жоқ киімнің бәрін, мысалға қазір кимейтін, қазіргі сезонны емес киімдердің бәрін алып тастады. Сол кезде дәл қазір киілетін киімдері қалды. Нәтижесінде кофталар, шалбар, қонаққа киетін киімдер деп ханымға понятный система шықты. Киімдерін қазіргі таңда қиналмай табады, баламен далаға шықса да, қонаққа шықса да 5 минутта жиналып шығады. Бұл керемет, яғни организация жасау сіздің уақытыңызды, жүйкеңізді кәдімгідей экономдайды. Мысалға, адам жылдар бойы үйді жинап жүре беруі мүмкін, бірақ жылдар бойы жинай бергеннен ештеңе шықпайды, егер сіз жаңағы формуланы біліп, білімді алып, соны үйіңізге қолданбайынша, сіз просто бір затты бір орыннан екінші орынға тасып жүре бересіз. Енді келесі бір ханымның тағы бір проблемасы, 6 бала шағасы бар ханым екен. Просто уже шкаф толған, соншалықты шкаф уже сыртына шығып кеткен ғой, заттар уже шашылып жата беру норма болып кеткен. Мен марафонда 1000-ға жуық ханым қатысты. Мен осындай үйлердің көбін көрдім. Ешқандай ханымды кінәламаймын, себебі бұл жерде ол кісілер
жаңағы заңдылыққа бағынбай отыр. Неге? Себебі үйдің өлшемі дегеніміз мысалға 75 квадрат метр, ол жерге мысалға 100 квадрат метрдің заты шықпайды. Бірақ балалар өскен сайын, сезон ауысқан сайын адамның қажеттіліктері арта береді. Яғни біз үнемі үйге зат әкеліп отырамыз. Бірақ осы жерде бір заңдылық бар да, қанша зат әкелдің, сонша зат шығару керек. Көп ханымдар тек әкеледі, шығаруды ұмытып кетеді. Сондықтан осы бір баланс құртылған уақытта міндетті түрде ол үй бардак, хаос, шкафтарда орын жоқ, тез шашыла береді деген, ол сол бір балансты құртып алудың нәтижесі соған алып келеді. Енді осы ол қаншама жыл расхламление жасамаған жұмысын осы менің марафоныма келіп жасады, және де мен нақты четкий инструкция берген соң жылдам тез 2-3 сағатта реттеп тастады. Нәтижесінде әр баласының полкада өзінің киімінің орны пайда болды, әр баласының жеке бір зонасы пайда болды, және де киімдері шашылмайтын, уже шкафтардың есігі жабылатын жағдайға жетті. Осы бір ханымды қарайық. Бұл деген ханым біріншісінде қараң, стопкамен бүктеу әдісін қолданған. Бұл негізі қатты практикалық емес, себебі бұны 30% қолдануға болады. Қалған 70%-ында негізі 40%-ын ілуге, біз 30%-ын вертикальный хранениеға береміз. Именно стопкаға қойғанда, бір киімді алғанда екіншісі шашылып кетеді. Бұл ханымдағы проблема сол болған. Үнемі үйді постоянно бүктеп жинап отыру керек. Енді менің марафоныма қатысқан соң біріншіден шкафының ішін разгрузка жасады, заттар азайды. Екіншіден органайзерлер қолдану арқылы вертикальный хранениеға өтті. Енді бұл ханым үнемі оған бүктеп отырудың қажеті жоқ, себебі вертикальный хранениеден кейін киім мүлдем шашылмайды. Қазір осы сабақты осы жеріне дейін тыңдап отырсаңыз, өте керемет. Ары қарай мен сізге мықты бір инсайттар айтатын боламын. Себебі неге мені тыңдау керек? Енді мен 6 жылдан бері организатор пространства маманымын. Одан бөлек үйге реттілік жасау туралы ондаған кітап оқып, соны 6 жыл бойы практикадан өткізіп, қайсы работает, қайсы не работает, бәрін өзімнің фильтрімнен өткізгенмін. Сондықтан да қазіргі таңда осы бір фильтрден өткен жұмыс жасайтын техникалардың бәрін жинақтап, кәдімгідей қаншама ханымдарға осы инструкцияны беру арқылы кәдімгі 2-3 сағатта нәтижеге шығатын, шашылмайтын система жасайтын кәдімгідей сол бір инструкциямен бөлісіп жүрген жайым бар. Қазір мен өзімнің сөзімнің дәлелі ретінде сіздерге өз үйімді көрсете кетейін. Бұл менің үйім, мен қалай организация жасадым, шкафтарым, балаларымның бөлмесі, ас үйім, дәл осы видеодан қарай аласыздар. Организацияға дейін менің үйім, шкафтарым іші лық толы болды, киімдерімді таба алмайтынмын, үнемі жанжалдар болатын, уақытының бәрі үй жинауға кететін, отбасыма өзіме энергиям қалмайтын. Организациядан кейін үйіме реттілік жасауға небәрі 20 минут қана кетеді. Шкафтардың ішінде 24/7 порядок, кез келген киімді 1 минутта таба аламын, өзіме, отбасыма уақыт бөле аламын. Жұмыс жасап табысқа шығып кеттім. Үйдің ретті болуының құпиясы организация система жасау. Бұрын менің бүкіл энергиям тек хлам мен мусорды жинауға кететін. Ал организациядан кейін мен өз энергиямды кәдімгідей жинақтап, есімді жиып, заттарды жинай беретін қызметшінің рөлінен шығып, кәдімгідей бақытты әйел анаға айнала білдім. Үнемі жиі шашыла беретін үйлердің негізгі проблемасы ол біріншіден сол үйдегі ханның диагностика жасай алмауы, хламнан арылмауы, система құра алмау, категория бойынша бөлмеу, маркировка жасамау, органайзерлер қолданбау, замер жасап шкафтың активный және неактивный зоналарын дұрыс қолданбау.
сезондық киімдерді бөлек сақтамау. Бұл қателіктер неге әкеледі? Егер сіз осы қателіктерді жасап жүрген болсаңыз, бұның нәтижесінде сіз үйіңіз жиі шашылып кете беретін болады, заттарыңызды үнемі таппай қала бересіз, балалар артын жинамай кететін болады, киім көп, бірақ киетін ештеңе жоқ, үнемі киіміңіз киетін киім таппай жүресіз. Сосын шкафтардың ішінде орын жоқ болады, кәдімгідей сіздің энергияңыз бітіп, кейбір күндері ыдысты жууға шамаңыз келеді, кейбір күндері уже жинауға шамаңыз келмей қалады. Сіздерде үй жинауға байланысты осындай проблемалар бар ма? Мысалға, қонақ келе жатса, тыпырақтап кетесіз, өзіңізге қимайсыз, жыртық простыняда ұйықтай бересіз, әдемі сервизді тек қонаққа ғана ұстайсыз, таза орамалды да тек қонаққа ілесіз, шкафтар тез шашылады, үй жинаудан уже шаршап кеткенсіз. Өзіңізге уақыт таппайсыз, іштей күйзеліс және өзіңізді жейсіз. Үйді реттейсіз, бірақ нәтиже сіз ойлағанда емес. Отбасыңызға, өзіңізге жеткілікті мөлшерде уақыт бөле алмайсыз және осының есебінен өзіңізді балаларыңыздың алдында кінәлі сезінесіз. Бір жағынан отбасыңыз, бір жағынан өзіңіздің армандарыңыз бар, елдерді көресіз, сіз де кәдімгідей бақытты болғыңыз келеді, шетелге шыққыңыз келеді, табыс тапқыңыз келеді, бірақ сіздің күнделікті уақытыңыз сол үй жинаудан артылмайды. Мен дәл осындай ханымдарға өзімнің марафонымды ойлап таптым. Мен неге марафонды ойлап таптым? Қазіргі тегін сабақтың өзінде мен көп разбор жасап, сіздерге өте көп тегін ақпарат бердім. Бірақ қазір менде шкаф жоқ, гардероб жоқ, ас үй жоқ. Ал ол жерде кәдімде ашып, теория, практика, видео инструкциямен адамға көрсетпесең, құрғақ сөзден адам оны іліп алып кетіп үйінде жасай алмайды. Сондықтан да мен бұны полноценный марафон курс етіп, теория, практика, видео инструкциясымен 10-15 минуттық қысқа видеолар етіп, түсінікті етіп, сабақтар дайындадым. Бұл жерде қалай сіз шкафты аласыз, қалай бүктейсіз, қалай шығарасыз, қалай расхламление жасайсыз, бәрін түгел айттым. Менің марафонымнан сіз не үйренесіз? Үйге толық диагностика жасай алуды үйренесіз, заттарды категория бойынша бөлуді үйренесіз, артық заттардан с благодарностью арылу әдісін үйренесіз. Оңай, кәдімгідей шашылмайтын тиімді система құрап үйренесіз. Дұрыс органайзерлер таңдап, шкафтардың ішіне замер жасауды үйренесіз. Менің марафоныма қатысып, үйіне реттілік орнатқан ханымдардың бірі, ол Құралай ханым. Қазіргі кезде үйін жинауға уақытын кеттірмейді, сондықтан кәсібін ашып, салоннан машина алып, жылына 3 рет жолдасымен шетелге демалады. Керемет па? Тек дүниелік успех емес, бұл жерде сонымен қатар үйін реттеп, бұрыннан бері мысалы ПП-мен тамақтанғысы келген, бірақ ас үйдің ыңғайсыз болғандықтан оған көп энергиясы жетпей қалған. Дәл ас үйіне организация жасағандықтан бұл ханымға ПП тағамдарды дайындау өте оңай болған Айсұлу ханымға. Сондықтан да қазір Айсұлу ханым кітап оқиды, ПП-мен күнделікті өзіне 2-3 рет тамақ дайындайды, және де құрбыларымен араласып, кәдімгідей энергиясы ауысқан. Енді тағы бір ханым, Әнелі ханым. Әнелі ханым үйі қаншалықты жаңа болса да, ас үйіне кіргісі келмеген ханым. Осы марафонға қатысу арқылы самооценка, самоценности көтеріліп, өзіне деген құрметі көтеріліп, сервиспен, әдемі дастарханмен, әдемі өмір сүруге өзіне рұқсат берді. Марафонда барша ханымдар осыншама хламдарынан арылды, қаншама ханымдар осыншама үйінен керек емес пакет заттарды шығарды. Қаншама ханым өздеріне сервис ашты. Кәдімде көп ханымдар өзіне, оказывается, сервис ұстауға да қимайды екен. Бұл менің марафонымда керемет бір терапия бар. Егер сіз де өзіңізге бір қимайтын адам болсаңыз, осы терапиядан кейін кәдімде өзіңізге әдемі өмір сүруге рұқсат беру жеңіл болады. Сонымен қатар осы марафоннан кейін 20-ға жуық ханым өзіне посудомоечный машина сатып алды. Бұл да бір үлкен жетістік. Марафонға не кіреді? Бұл жерге гардероб 18 сабақ, ас үй 18 сабақ, теория, практика, видео инструкция, тек мясо 10-15 минуттан шексіз доступпен. Бүгінгі марафон бағасы 15 000 теңге. Бірақ тек 24 сағаттың ішінде төлем жасаған ханымдарға небәрі 4900 теңге. Сонымен қатар ас үй, гардероб 18 сабақтан плюс 8 бонус сабақ балалар бөлмесіне, ойыншықтарына, балалардың заттарына, құжаттарға, аптечкаға, тіпті балконға шейін организация жасаудың сабақтарын сіздерге тегін сыйлайтын боламын. Оның ішінде терапия болады. 24 сағаттың ішінде төлем жасаған ханымдарға ортақ чат плюс менен кері байланыс, мотивация, бәрі сол
4900 теңгенің ішінде. Қазір енді сізге төлем және байланыс номерлерін қалдырамын. Дәл осы жерден, осы көрсетілген реквизиттер бойынша төлем жасап, чекті менің WhatsApp номеріме жіберсеңіз болады. Егер төлем жасауға бірден қорқып менен бір кеңес алғыңыз келсе, менің WhatsApp номеріме қатысам деп жазыңыз. Егер сіз 100% сенімді болып, мен қатысамын, қаншама ханымдар сияқты үйіме реттілік жасаймын, үйімді бір өзімнің өмірімді, бардақты, хламды жинауға емес, бақытты болуға, армандарымды орындауға, отбасыма, өзіме уақыт бөлуге арнаймын десеңіз, онда қазір 24 сағаттың ішінде тез төлем жасап жіберіңіз. Қазір мына чат-ботта сізге автоматты түрде төлем жасау және WhatsApp-қа чек жіберу сілтемелерін сізге автоматты түрде жіберетін болады. Осы тегін сабағыма келгендеріңізге рахмет, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Марафонға төлем жасаған ханымдарды құттықтаймын. Сіздерді мен марафонда күтемін.